Бәріне сәлем. Бүгін мен жақсы көретін осы вафлиді бірге пісіріп көрейік. Бізге ол үшін ұн, разрыхлитель, бал, құмшекер, ерітілген сары май, жұмыртқа және сметана керек. Бірінші жұмыртқамызды осылай жарып, барлығын салып аламыз. Одан кейін үстінен керегенше қантыңызды қосыңыз. Барлығының мөлшерін описаниеде жазып кеттім. Одан кейін үстіне сметананы салып, барлығын бірге араластырыңыз. Одан кейін ертіп алған сары майымызды үстінен құямыз. Барлығы араласып болғаннан кейін бір қасық бал салып, ұнды осылай шетінен салып отырып, араластырып алыңыз. Мен бұл жерде бір қасық ванильный сахар салдым, бірақ бұл міндетті емес. Иісі әдемі болып шықсын десеңіз, қоссаңыз болады. Міне бізде осындай сұйық масса шықты. Егер вафлиіңіз қатты, пышный болсын десеңіз, тоқ болсын десеңіз, онда оның көбірек қосқаныңыз дұрыс. Ал егер нәзік, сондай жұмсақ болып шықсын десеңіз, как десерт, онда оның азырақ қосыңыз. Сонда жіңішке и жұмсақ болып шығады. Міне вафельницамызды бірінші майлап алдық та, оның үстінен салып, бір 5-7 минут аралығына осылай қалдырамыз. Кішкене бу шыға бастаған уақытта ашып бір қарап қойыңыз. Ал екінші крышкасын жапқан кезде вафельницаны қатты плотно жаппай қойсаңыз болады. Міне біздің бұл вафли 6 минут аралығында пісті. Енді келесісін салып қоямыз. Көп салып жібермеуге тырысыңыз вафельницаға. Осылай шамалап салып, шамамен 2 қасық жетеді бір вафельницаға. Біздің вафли сондай жұп-жұмсақ болып пісті. Себебі бұның құрамында бал бар. Бал өте қатты жұмсартады. Және бізде ұн аз, сондықтан да осындай тонкий болып шықты. Міне, менің және менің отбасымның жақсы көріп, сүйіп жейтін вафли дайын болды. Бізде осындай 2 тарелка шықты. Жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ шығады. Сіздермен болған Айгерім. Арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.